Қарлығаштың құйрығы неге айыр? Ертедегі заманда бір үлкен орманда жылан өмір сүріпті. Күндердің бір күні жылан жер жүзіндегі жанды мен жансыздарға мынадай арыз айтады. Мені Тәңірім сендердің бәрінен кем жаратыпты. Аяқ қолым жоқ, басымды көтере алмай, жер бауырлап қалдым. Не жеп, не қоярымды да білмеймін. Сендердің бәрін бір бүтін тілдісіңдер, ал мен айыр тілдімін. Ойлап отырсам, жанды мен жансыздың ішіндегі сорлысы мен екенмін. Маған еш қайсының жәрдем еткілерің келмейді. Сен қасіретті көп тарттым. Ондайлар әрдайым әділ келеді. Сен барлығымызға патша да бола аласың, деп сөзбен болса да жұбатып кетпейсіңдер, деп ол екі көзінен қанды жасын сорғалатып ағыл-тегіл жылайды. Жанды жансыздың барлығы жыланға аяныш білдіріп, өкпесін орынды көреді. Қарасын деп шықпайтын, қара қылды қақ жарған, ақ жүрек ақылшымыз болар, десіп, өздеріне патша етіп сайлайды. Жыл артынан жыл, күн артынан күн өтіп жатады. Күндердің күнінде жылан екен, бүкіл әлемге патша болып, барлық билікті өз қолыма алсам, бұдан да жақсы тұрар едім. Көзіме көрінген тамақты ішпей, дүниедегі жандылардың ең тәтті қандысын жер едім, деп қиялдайды. Қан дәмін айыра алатындарды шақыртады. Қос қанатын делдейдіп, аяқтарын шілтейдіп, қуарып шіркей, тұмсығын едірейтіп маса, патшаның көңілін табам деушілердің бәрі келеді. Патша осылардың ішінен шіркей мен масаға, жер жүзін аралап, өсімдіктердің дәмін татып, жанды жансыздың қанын сорып қайтыңдар. Тек бұлар ғана емес, қаттыдан тастың, жұмсақтан топырақтың да дәмін алыңдар. Дүниедегі ең тәтті зат, бұдан бұлай менің тамағым болатында етіңдер, деп уақыт кесіп бүкіл әлемді шарлатып жібереді. Күн артынан күн өтіп, патшаның кесіп берген мезгілі де жетеді. Шіркей әлсіздігінен жел болса шөптің түбіне қашып тығылып, тымықта ыңылдап ән салғансып жүріп кешігіп қалады. Алмаса, өсімдік пен жандылардың ең тәттісін біліп алып, патшасына қарай әуелей ұшып, әндетіп келе жатқанда қарлығаш кез болады. «Я, маса досым, патшамызға ең тәтті тамақ іздеп кетті деп естіп едік. Таптың ба?» Маса қарлығашты менсінбей, сұрағына жауап қатпай зулай жөнеледі. Түсіндім. Жолым болып, іздегеніңді тапқан екенсің, достым. Азаматсың өзім. Сенің ептілігіңді, еш нәрседен тайынбайтын бір беттілігіңді білгемін. Осы қасиетіңді енді барлық қанаттыларға айта жүретін боламыз, деп қарлығаш масадан сыр тарта мадақтай сөйлейді. Бұл мақтауға масаның есі шыға мастанып. Патшамыздың тамағына кімді тапқанымды білесің бе? Маса досым, мен не білуші едім? Сізден денемнің үлкендігі болмаса, ақылым аз емес пе? Сіз патшаның ақылшысысыз. Кәне, төрем, айтыңызшы, ардақты патшамыздың тамағына кімді таптыңыз? Маса еліре түсіп, дүниеде патшамызға лайықты ең тәтті тамақ адам қаны екен. Адам сияқты ақылды да, айлалы жан домаланған, сілімтік жарым жанға жем болып қалама деп, қарлығаш бір амал ойлайды. Менің ақылымның қысқалығы осы емес пе, маса төрем? Адамның қаны тәтті дегеніңізге сенер-сенбесімді білмей келем. Дүниеде тәтті қанды тауып, дәмін татқанның тіліне алтын мөр түсіп қалады, деп шешем көп айтушы еді. Кәне, тіліңізді шығарып мөрімізді көрсетіңізші. Алтын мөрге көз салғанның өзі біз үшін үлкен бір медеу ғой. Бұл мақтауға елірген ессіз маса. Көрсең көре ғой, байғұс, деп тілін ұсынады.
Қарлығаш шап беріп, Масаның тілін жұлып алғанда, о сөйлей алмай, ыз-ыз етіп, патшасы жыланға қарай ұша жөнеледі. Қош, тілің жұлынды, аузыңа құм құйылды. Адамның қанының тәттілігін енді қалай түсіндірер екенсің, деген оймен қарлығаш артынан ұшады. Маса бірдемелерді айтқысы келіп із-із етіп зар қағады. Бірақ еш нәрсені түсіндіре алмайды жыланға. Мұның тілі аузынан түсіп қалған ба, немесе жынданған ба? Мұнаның не деп тұрғанын түсінгендерің бар ма? Деп жылан тұрғандарға қарайды. Өте түсінікті патшам, дейді қарлығаш сонда. Түн көрмейге дейін бірдене ұқсам. Кәне, түсінсең айтшы, не деп тұр? Ызыңдап ұшып жүріп, бүкіл әлемді араладым. Бірақ неше түрлі өсімдікті өзі өсіріп шығарған топырақтан басқа еш нәрсені таппадым, дейді патшам. Тілі сөйлеуге жарамаса да, құлағы сау Маса мұны естігенде жаны шығып кете жаздайды. Ол ызыңдап кеп, қарлығашқа 2-3 рет тиіседі де, жыланның алдына барып жылап жібереді. Мұның тіліне бір пәле қылған сен екенсің ғой, деп жылан қарлығашқа атылып кеп кетеді. Қарлығаш ұша жөнеледі. Жылан ұша жөнелген қарлығаштың құйрығын ғана тістеп қалады. Жылан содан былай топырақ жалап, алмаса ызылдап қалады. Адам жыланды көрсе өлтіріп, басын езетін болады. Қарлығаш жыланнан қорқып, адамды дос тұтып, үйдің төбесіне ұя салады. Бірақ оның құйрығы кем, 2 айрық болып қалады. Баяғы заманда жақсылық пен жамандық деген 2 адам өмір сүріпті. Бір күні жамандық жолда жаяу келе жатып, артынан атпен келе жатқан жақсылықты кездестіреді. Жақсылық, мені атыңа мінгестіре кетші, деді жамандық. Жақсылық ойланып, екеуміз кезек мініп жүрейік. Сен алдымен мін, біраз жүрген соң атты байлап кет. Мен кейін мініп барайын, дейді. Жамандық атқа мініп алып, сол кеткеннен қайтып келмей кетеді. Ал жақсылық жаяу қалып, шаршап кеште қарай бір күркеге келеді. Ішіне кірсе ешкім жоқ. Тек ортасында қазан толы ет қайнап тұр екен. Жақсылық тамақтың дәмін тек саусағымен ғана татып, күркенің төбесіне шығып жатады. Түнде күркеге түлкі, қасқыр, арыстан келеді. Олар тамақты жеп отырып әңгімелеседі. Түлкі: мен бір байдың қыстауының жанында жер астында жатқан бір құмыра алтынды білемін, дейді. Қасқыр: бір байдың ауырып жатқан қызы бар. Оны емдейтін ала тоқтының өкпесі, дейді. Арыстан: мен бір байдың жылқысын жеп жүрмін. Бірақ мені бір ғана алатай ұстай алады, дейді. Жақсылық олардың бәрін естіп алады. Таңертең олар кетеді. Жақсылық байдың үйіне барып, ауырып жатқан қызды ала тоқтының өкпесімен емдеп жазады. Бай қуанып, қызын жақсылыққа береді. Содан кейін жақсылық түлкі айтқан жерді қазып, бір құмыра алтын табады. Кейін арыстанды ұстап беріп, байдан бір үй жылқы алады. Бірнеше жылдан соң жақсылыққа жамандық қаяшы болып келеді. Ол: мен саған жамандық жасадым, енді маған көмектес, дейді. Жақсылық оған күркеге барып, тек тамақтың дәмін ғана татып, төбеде жатып, аңдардың әңгімесін тыңда деп кеңес береді. Жамандық күркеге барып, ашкөздікпен ет пен сорпаны тойып жеп алады да төбеге шығып жатады. Түнде түлкі, қасқыр, арыстан келіп, тамақтың желінгенін көреді. Түлкі күдіктеніп төбеге шықса, жамандықты көреді. Үшеуі оны ұстап алып жеп қояды. Сөйтіп жақсылық өз жақсылығының арқасында бақытты өмір сүріп, мұратына жетеді. Ал жамандық өз жамандығының жазасын тартады. Қасқыр неге ұлиды? Балаларым, бүгін ерекше ертегі айтамын. Жақын отырып тыңдаңдар. Алақай! Ертеде халық деген бір кедей өмір сүріпті. Мал дегенде 10 шақты ешкісі, жалғыз аты және алтын қауырсынды қоразы болыпты.
Ол кезде қораз айғай салып, ешкі де бақырмайды екен. Күндердің бір күнінде ақсиған тісі бар, адам қорқар түсі бар бір аң келіп, кедейдің 2 ешкісін алып кетеді. Кедей үйге кіріп келіп, өзі барып тұрған қас күнем екен, қырды да кетті, дейді. Халық күйініп кемпірі мен баласына. Сонда баласы ойланып тұрып, Ол өзі бізге қас, ешкілерді қырды, демек ол қасқыр ғой, деп қалады. Содан бастап қасқыр атанған екен. Қасқырлар кедейдің малын қыруды қоймайды. Кеш қарайғанда тіпті қамаулы тұрған ешкіні қораға түсіп алып кететін болады. Ондайда ешкінің бар бітіретіні, сақалы шошаңдап бақырады екен. Қораз болса, алтын қанатын қағып жіберіп, «Ку, қаре, ку!» деп айғайға басады. Онысы, қасқырлар келді, «Қуа көр» деп халық атайға хабар берген екен деседі. Сол түн, сол күннен бастап, қораз шақыратын болыпты, ешкі де бақыратын болыпты. Халық кедей күнде үйіне қайтқанда, өрістен қасқырлар жемей тастап кеткен ешкінің құйыршықтарын бір етек қып жинап ала келіп жүреді. Бір күні кедейдікіне сақалы беліне түскен бір ақсақал келеді. Ақсақал кешке бірге отырғанда, жауыздықпен күресу менің парызым еді. Мына кітапты ал, оқы. Оқығаныңды көңіліңе тоқи біл. Ерінбесең, дұшпаныңнан құтыласың, деп кедейдің баласына бір кітап береді. Сол күннен бастап бала кітаптан көз алмайды. Оның бар ойы жауыз қасқырды өлтіретін бәрі жасап шығару болады. Ақыры бірнеше шөп тамырларын қайнатып дәрі жасайды. Оны апарып құйыршық жемтікке сеуіп қояды. Ешкілерді үйге қамайды. Қасқырлар бірінші күні келіп үйді ториды, ешкілер көрінбейді. Екінші күні келеді, ешкілер шықпайды. Үшінші күні қасқырлар ырылдап келіп, үйдің іргесін қаза бастайды. Бірақ үйге кіруге батпайды. Ешкіден күдер үзген соң, жауыздар жемтікке жиналады. Қомағайлау біреуі келген бетінде арс етіп, жемтікті қауып өтеді де, «У-у-у» деп мұрнынан шаншыла құлап түседі. Қалғандары бас ауған жаққа қаша жөнеледі. Содан бері қасқырлар «У-у-у» деп улейтінді шығарыпты. Ал қораз «Ку, қаре, ку» деп айқайлап шақырады екен. Ешкілер жан даусымен бақыратын болған екен. Осымен ертегіміз аяқталды. Ұнаған болса лайк басып пікір қалдырып кетулерін сұрайық. тіркеліп кетіңіздер.